Мен құрмысқа. Сүлеймен пайғамбар бір күні құмырсқадан бір жылдық азығының көлемін сұрайды. Құмырсқа оған бір жылдық азығының көлемі бір бидайдай екендігін айтады. Құмырсқаны сынамақ болған Сүлеймен пайғамбар әлгі құмырсқаны алып шыны әйнекке қаматады. Тыныс алуына жағдай жасап, қоректенуі үшін қасына бір тал бидай дәнін қойғызады. Сөйтеді де тура бір жыл күтеді. Уақыт жетіп шыны әйнекті ашып қараса, құмырсқа әлгі бидайдың жартысын қалдырып, жартысын ғана жеген екен. Сүлеймен пайғамбар құмырсқаның бидайдың жартысын жемей қалдырғанына таңырқап, одан неліктен бидайды толықтай жеп қоймағандығын сұрайды. Сонда құмырсқа: негізі менің жейтін несібемді Аллахтың өзі беретін. Ол беретін кезде мен еш нәрсеге алаңдамай, еш нәрсені уайымдамай, бидайымды жылда толық жейтінмін. Өйткені жаратушының мені ұмытып кетуі әсте мүмкін емес еді. Алайда бір жылға азығымды енді сен беретін болған кезде, түптің түбінде пендешілікке басып, мені ұмытып кетсе қайтем деп, сақтықпен маған берілген бидайдың жартысын ғана жеп, жартысын келесі жылға сақтап қойғандығының мәнісі сол еді деп жауап берген екен. Аллах тағала пендеге күнімізді қаратпай-ақ қойсын деп тілейік.